Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай балалық шақтың естелігі болып қалған оливье салатын дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де жаңа жылдық дастарханды оливье салатынсыз дайындау мүмкін емес. Сол себепті оливье салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен суға қайнатылған картошкаларымызды аламыз. Содан соң оларды осылай барлығын төрт бұрышты, яғни кубиктап турап алатын боламыз да дайын мискамызға салатын боламыз. Келесі кезекте суға қайнатылған сәбізіміз, оны да кубиктап турап салып, ыдысымызға салатын боламыз. Келесі кезекте қайнатылған жұмыртқа, оны да төрт бұрышты қылып турап аламыз да ыдысымызға салатын боламыз. Келесі кезекте шұжық немесе ет қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауыңызша. Әрине, мен шұжық қостым, оны да төрт бұрышты қылып турап мискамызға салатын боламыз. Келесі кезекте тұздалған қияр, оны да салатын боламыз. Мен осындай кішкентай, яғни корнишон түрін алдым. Өздеріңіздің қалауыңызша әрине. Және де ең соңында горохымыздың суын төгіп, оны да саламыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын. Енді өздеріңіздің қалауыңызша ыдысқа салып берсеңіздер де болады, немесе әсемдесеңіздер де болады. Мен столға қою үшін осындай үлкен тарелкемді алып, оған осылай торттың формасын қойдым. Яғни дөңгелек болып шығу үшін салатымызды барлығын саламызда осылай бетін тегістеп шығатын боламыз. Содан соң жайлап формамызды алып тастайтын боламыз. Сол кезде біздің салатымыз дөңгелек пішінге ие болатын болады. Бетіне әсемдік ретінде мен осылай аскөкті, яғни укропты осылай дөңгелек етіп қойдым. Өздеріңіздің қалауыңызша әрине. Сіздермен болған Азиза, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.